Ал сіз бұрынғы жұбайыңызды болашақ әйелімен таныстырған рас па? Мен таныстырғанда менің әпкемнің қызы соған ақырын айттым. Сенде сол қызымның достарың бар ма? Жақсы деп едім. Екі подругам бар деді. Біреуінің аттарын айтпай ақ қояйын, жарайды. Сосын соны айтты, сонан кейін мен жақсы дедім. Сол жаңағы апайымның қызы Бақытжан аға деп екеуі бірін-бірі қатты сыйлайтын, солар таныстырды. Сонан кейін ол бірақ 2 жыл көнбей қойды. 2 жыл. Мен айтам, саған отыратын, қасыңда шай беретін, кіріңді жуатын, тамағын істейтін. Мен өнерден кете алмайым дедім. Мен кете алмайым. Бірақ сені ренжіме, саған басқа әйел керек. Сенің қасыңда жүретін, саған тағы да бір ұл туып беретін, өзі ұлды сағынатын. Ол деп айтады. Сонымен танысты, бәрі жақсы. Қазір 12 жарым, 13-те ұлдары бар. Өте бақытты тұрады. Қарым-қатынас керемет, сізде? Керемет, 2 семья араласамыз, бірігіп шай ішеміз. Қонаққа олар келеді. Сіз Алматыға барғанда олардың үйіне қонасыз? Енді кейде қону керек болса қонамыз, әрине. Бізде Алматыда үйіміз бар ғой өзіміздің. Біз еркін араласамыз.